Hi, ladies and gentlemen, and future students of Just English, which means планканы биік қойып, шетел тілін жетік меңгеруді приоритет санайтын жас түлек. Өзімді таныстыра кетсем, мен Just English курсына pre-intermediate деңгейінің оқушысы Бала Келдібай. Енді 6-шы потокқа сәттілік тілей келе отыра, 5-ші потоктан алған лебізімен бөлісе кетсем. Ағылшын тілін жан-тәнімен сүйе білетін адамдардың арасындағы пікірталастың нәтижесінде барлығы Just English таңдаған болатын. Сол кезде менің көкейімде бір сұрақ туындады. Бұл курстың құдіреттілігі неде? Құдай шынымен өте жақсы сұрақ. Сондықтан да мен курсқа жылдар барысында өте грандиозный ожидание қойып кірген болатынмын. Сәйкесінше енді мен қазір 5-ші потокта аяқтап жатырмын ғой. Мен айта аламын, өзімнің сұрағыма өзім жауап алдым. Себебі бұл курстың методикасы, білім беру методикасы менің ожиданиямды асып түскен болатын. Ең алдымен сіздерде бейімделу апталығы басталады, яғни бұл дегеніміз кейбір бір системаға адаптация ретінде жасалатын сіздермен бірге бір апталық жұмыс. Ал бар қызық осыдан кейін басталады. English level туралы сөз қозғап кетсек, менің жалпы жеке ағылшын деңгейім pre-intermediate. Курсқа жазылмастан бұрын вокабуляр жағынан өте төмен болғанмын, яғни speaking skills'ты көтеру керек болды. Бұл курсқа жазылуымның басты себебі десек те болады. Енді 5-ші потокта аяқтап жатырмын ғой, 2 ай өтті. Нәтижесін айта кетсем, негізі шыны керек, сөздік қордан басқа мен өзіме жаныма жақын пікірлестерді, достарды, тағы да бір жанұяға кенелгенде болдым. Яғни КМБшники, старшактар, сендерге сәлем жолдаймын, және біздің отанымыз Мисағарке, және менің группаластарым, или қалай айтсам болады, Кокосик, Нәзік, сендерге бір жалынды сәлем. Жалпы бізде курста Мисс Нұрай, Мисс Күлім және британдық Пол Кемп берген болатын. Бұл енді бөлек әлемсек те болады. Себебі Мисс Нұрайдың позитивті настрой менің күнімді ғажайып қылып жіберетін. Каждый раз конференцияға кірген кезде менің хал жағдайымды күлімсіреп сұрап тұрған кезде мен онша емес екенін на самом деле ұмытып кетіп, қалай айтсам болады, бұл конференция емес, сеанс психолог секілді, шыны керек. Ал енді Мискүлім туралы айта кетсек, жалпы Мискүлім мен на одной волне еші. Себебі ең бірінші конференцияда кей-попер екенін білгеннен кейін мен кумирім болатын сездім. Дәл солай болды. Я как личность мені өте қатты қызықтырады. Яғни өзінің speaking skills тоже очень удивляет. И жалпы мен Мискүлімді өте қатты сағынатын боламын. Мистер Пол Кемп туралы айта кетсем, наверное, он самый милый британец в моей жизни. Өте жалпы белсенді өмірлік ұстаныммен де ерекшеленеді. Конференцияда отырған кезде мен өзім белестерді уже бағындырып тастап Британияға барып интервью беріп отқан сезімде болдым. Я үлесі өте оңай, өте легкий в общении дейді ғой. Я өте керемет кісі. Just English курсының жалпы атмосферасын сіздер танысу кешіп басталғаннан-ақ сезінесіздер. Себебі бұл сіздердің зейіндеріңіз жүзеге асып, оқуға деген махаббатыңыз ашылып. Яғни бұл жерде, знаете, өздеріңіз үшін сабақ оқисыздар. Себебі Just English ол нәтижені талап етеді. Так по секрету скажу, читинг, анау вообще не прокатит, даже не думайте об этом, потому что берген білімдерін, заметьте, олар сығып алады, да? Өйткені бұл жерде біз нәтижеге жұмыс жасаймыз. Яғни болашақ білімдердің қолында деген осы. Айта берсем, негізі Just English туралы бұл видео 1 сағатқа созылып кетеді, сондықтан да менің жалпы өзімнің испытывать еткен чувстволар мен экспериенсті өздеріңіз жақында сезінесіздер, сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін. Жуырда бізде graduation болады, сол кезде кездескенше сіздерді асыға күтетін боламыз. Тағы да айта кететін жағдай, мені егер де танып жатсаңыздар, маған келіңіздер, танысайық, тағы да білімізді алмастырайық, жалпы жақсы керемет уақытты өткізуге сіздерді шақырамын. Мен жастарға сенемін деп сіздер туралы айтқан болатын, сондықтан да өздеріңіз үшін оқыңыздар, нәтижеге жұмыс жасаңыздар, болашақ білімділердің қолында. Сіздерге good luck. Fingers crossed, actually.